Өзі қыздар жұмыс жасап жатыр екен. Негізі бүгін бұл цехқа демалыс шаруалармен осы Ақтау қаласына келіп қалдым. Дизайнерлік көрпелер дайындайтын осындай үлкен цех бар. Біздің Ақтауда Асылмұра Қазақстан бүгін демалыс. Бірақ ертең бұйырса біз кәсіпкерлер болып, су тасқынынан зардап шегіп жатқан отбасыларға мынадай төсеніш көрпешелер және жамылатын көрпелер тапсырыс беруге келдік. Жаңа бастап ұйымдасып жатырмыз. Мынадай төсеніштер бар. Жалпы негізі бізде Маңғыстауда мүмкіндігі көп, жаңағыдай осындай отбасылар жеткілікті жағдайлары бар. Осындай тапсырыс берген екен. Айтайын дегенім, осындай мүмкіндігі бар адамдар су тасқынынан зардап шегіп жатқан отбасыларға да қол көмегін беріп, материалдық жағынан болсын көмек берсе қандай керемет болар еді. Бұл енді ауқымды елге бір үлкен бір қиындық әкеліп жатқан табиғи апат болғандықтан біз барлық жандарды ауызбіршілікпен, жанашырлықпен бірге осылай көмектесейік деп шақырғым келеді.